Барлықтарыңызға сәлем достар. Мен Нанама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге әлемдегі ең бойлы адам туралы айтатын боламын. Осымен әлемдегі ерекше және ең бойлы адам туралы видеомызды бастаймыз. Роберт Уодлоу. Америка құрама штаттарында Алтон қаласында дүниеге келген. Ол 1918 жылы 22 ақпанда дүниеге келген. Бойы 2 метр 78 сантиметрге дейін өскен. Салмағы 199 килограмм болған. Аяқ киім өлшемі 47 сантиметр болған. Оның аяғына арнайы тапсырыс арқылы тігілген аяқ киімдер ғана болады. Қайтыс болған жылы 1915 шілде. Өкінішке орай 22 жасында жас кезінде қайтыс болған. Неге қайтыс болған? Роберт Уодлоу ол бойы ұзын болғандықтан сүйегі ауыр болып келген. Аяғындағы кішкентай ғана жара оған инфекция түсіп, сол салмағын көтере алмай, одан қайтыс болған. Бойы неге ұзын деген сұрақ келетін болса, әлемдегі ең бойы ұзын адам болған соң, оның бойын зерттеді. Бойының ұзындығы гипофиз безінің шамадан тыс өсу гормонның бөлінуінен болған. Гипофиз безінің шамадан тыс оның көп өсуі гормоны бөлініп, оның бойы сондай үлкен болған. Ол заңгер болғысы келіп, сабағын жақсы оқыған. Мектепте оған арнайы парта мен орындықтар болған. Және де ол қаншама адамнан үлкен болған. 5 жасында оның бойы тоқтамай өсе бастаған. 8 жасында 2 метрге шамалас болған. Ол өзінің бойына қарамастан сабағын өте жақсы оқыды. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.